Бүгінгі қаузайық деп отырған тақырыбымыз отбасындағы ұлттық құндылықтар мәселесі. Шын мәнінде біздің тәуелсіздік жылдарынан кейін мынау жаһандану үрдісі барынша қарқын алып, өзінің күшін көрсете бастаған бүгінгі таңда біздің алдымызға ұлттық бірегейлік талабы келіп тұр. Оны біздің қоғам да жақсы түсінеді. Біздің мемлекеттік деңгейде бұл мәселе айтылып жүр жоғарғы тарапынан. Және бұл әрбір қазақтың дүпкеліп отырған мәселесі деп айтуға болады. Бұл жерде қазақ болып қалу, қалмаудың мәселесі тұр. Енді қазақ болу бізге қаншалық маңызды деген сұрақ бар ғой. Ол енді әркімнің өзінің ұлттығы, ұлтына деген сүйіспеншілігі екені өз алдына бір төбе. Бірақ біздің айтқымыз келетіні қазақ болып қалуда біз өте үлкен пайдалар табатындығымыз және үлкен жетістіктерге жететіндігімізді айтқымыз келеді. Осы қысқаша бір ұстартқалы отырған сөзіміз осыған да қатысы бар. Мынау қазақтың ұлттық құндылықтарын бүгінде ұстансақ бола ма, болмай ма? Ұлттық құндылықтар біздің заманауи өлшемдерімізге сай келмейді дейтін қоғамда түсініктер қалыптасқан. Бірақ жаңағы қалауын тапқан кісіге қар жанат деген қазақтың сөзі бар. Шын мәнінде біз оның ұлттық құндылықтарымызды жете түсінбей жүрміз біріншіден. Екіншіден соны жете түсініп өмірімізге кіргізудің қалауын таппай жүрміз. Яғни соның бір әдіс тәсілдерін меңгере алмай жүрміз. Соны дұрыс меңгеріп жолға қоя алсақ, біздің ұлттық құндылықтарымыздың ішінде айталық мынау қоғамды дамытудың институттары бар. Қоғамды тұрақты ұстаудың өзіндік институттары бар. Бізде жұмыс істеп тұрған әжелердің институты болған, келіндердің институты болған, жаңағы бізде қарттар үйін, қараусыз қарттардың қалмауына себепкер болған. Және кереметтей бала тәрбиелеп өсірген сондай көшпелі дәуірде қолында бірде-бір дипломы жоқ, бірақ бірде-бір сертификаты жоқ, бірақ бір халықты өзгерткен, бір халықтың тағдырын өзгерткен тұлғаларды тәрбиелеген ата-аналар институтының тәжірибесі бар. Сонымен бірге қоғамды сонша уақыт берекелі, ың-жыңсыз ұстап отырған қоғамды басқарудың ағайын арасында сыйластықты, қоғамдық қарым-қатынасты дамытудың үлкен институттары бар, жұмыс істеп тұрған. Солардың тарихи тәжірибесін неге бүгінде біз пайдаланбасқа? Демек, сонша ғасыр бойы тәжірибесін, өзінің нәтижесін беріп келген институт бүгінгі күнде жарамай қалуы мүмкін емес. Демек, ол жерде кінәні өзімізден іздегеніміз дұрыс болады. Абайда да бар ғой. Бұл мақұрым қалмағыма кім кінәлі? Дейді ғой, мегі қолымды дүп сермесем өстірмедім дейді. Бұл мәселеде де біз қолымызды дүп сермей алмай отырмыз. Ұлттық құндылықтарымызды дүп басып, қайсысы қай жерге керек, қайсысын қай жерде қолдансақ, қаншалық деңгейде қолдансақ бізге нәтиже береді деген мәселелерді кешенді түрде зерттеп барып қолдансақ, ол жаңағы Абай атамыз айтқандай өкінішке әкеліп соқпайтындығы анық. Осы мәселеде бір-екі ауыз сөз айта кетер болсақ, бүгінгі отбасы құндылықтарында әсіресе қажетті бұл нәрсе. Өйткені бүгінде отбасында әке баланы түсінбейтін, бала әкені тыңдамайтын, немесе кеше сүйдім, күйдім, сенсіз өмірім тұл деген сияқты, сен болмасаң бұл жалған деп өлеңдетіп жүріп қосылған ерлі-зайыптылар бір-бірінен жақын отырып, алыста болса жақын, жақында болса алыс дейтін қазақтың бір өлшемге қаратып айтатын сөздері бар ғой. Бұл енді рухани жағынан да келсе керек. Осындай деңгейге түсіп отыруымызға осы ұлттық құндылықтарымыздың маңызы айрықша шығар деп ойлаймыз. Өйткені бүгінде көптеген тренерлер болсын, көптеген осы салаға өзінше қарлығаш қанатымен су сепкендей болса да, өзінің септігін тигізгісі келген азаматтарымыз бар. Әр жерден әртүрлі методтар әкеп ұсынуда қоғамға. Әрине ол бізге керек. Біз басқа халықтардың озық үрдістерін алып отыруымыз керек. Біз өзімізді үздіксіз дамыту үшін. Бірақ біз ол шетелдің
тарихи тәжірибелерін қараған кезде бір өлшемді естен шығармауымыз керек. Осы орайда айта кететін Абай атамыздан бір өнеге бар. Абай атамыздың бір қасиеті бар болған екен. Мынау Көкбай Жанатайұлы айтады. Абай шетелдің кез келген кітаптарын оқысын, ол өзінің ой елегінен өткізіп барып, өзінің бір ішкі түйсігіне билетпей тұрып, оны өзіне толықтай қабылдап алмайтын еді дейді. Бұдан біз нені көреміз? Абай атамыздың ішінде өте үлкен бір рухани сүзгі жатқанын көреміз. Басқа халықтардың мәдениетін қабылдады. Мысалы, білесіздер, Абай атамыз қазақтың ой өрнектеріне мынау Кавказ халықтарының, сергештердің жаңағы мынау қарамен жүргізу дейтін әдістерін әкеп пайдаланған. Сосын мынау киім үлгісіне де басқа халықтардың киім үлгісін әкеп пайдаланған. Сосын мынау ұсталық өнерде де басқа халықтардың методикасымен, оны дамытқан технологиясымен. Сонда тіпті қазақтың үй ұстау мәдениеті, мынау ас мәзір мәдениеті, ас адал дейміз, мынау ас үйдің жиһаздары мәселесінде басқа халықтардың жиһаздарымен бірлестіре отырып толықтырған кісі. Яғни мәдениеттің бір реформаторы ретінде Абайды қарастыруға толық негіз бар. Осы тұрғыда да Абай өзінің халықтың ұлттық бірегейлігін ұмытып кеткен жоқ. Жаңа Көкбай атамыздың айтып отқан мәселесі осы. Түбегейлі өзгертіп жіберген жоқ. Керісінше жақсы нәрселерін алды да, қазақтың өзіндегі жақсы нәрселерді қалдырды, жаманын жаңағы шеттен алған жақсы нәрсемен байытты. Міне Абай атамыздың осы тарихи тәжірибесі бүгінгі таңда қазақ қоғамына да аса бір зәру құндылықтардың бірі деп айтқан болар едік.